Assalamu alaikum. Бүгін мына артымызда тұрған мешіттің бір мешітте екі ұлы болған сахабаның қабірін зиярат етуге келдік. Оның бірі Амр ибн Ас радиаллаху анху, және де екіншісі Уақба ибн Амр радиаллаху анху. Мысырды ең алғашқы Амр ибн Астан алдын ұрғымдықтар басқарған христиандар. Ең алғашқы солар басқарған. Одан кейін келіп Амр ибн Ас осы Мысырда бүткіл жерін фатих қылды. Уақба ибн Амр радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан екі елі ажырамаған. Уақба ибн Амр радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көптеген хадисін риуаят еткен үлкен сахабасының бірі. Міне имам Амр ибн Ас радиаллаху анхудың кіреберісі қабіріне. Уақба ибн Амр, имам Амр ибн Ас радиаллаху анху осы қабірде, осы мешіттің ішінде жатыр. Өте ескі тарихи көшелер, өте ескі тарихи қаншама ғасырлар өткен тастар, құрылыстар, субханалла. Сейдни Абу Зар әл-Ғифари радиаллаху анхуның қабірінде зиярат еттік. Яғни ол кісінің қабірінде ихтилаф бар. Ол кісі біреулер, яғни Мысырда жерленді десе, біреулер сол Мекке Мединеде жерленді деп айтады. Бірақ Ғифар әулеті ошаққа көшіп келгендіктен Сейдна Ғифар ошақта жерленді деген мәселелер бар. Сейдна Ғифар радиаллаху анху үлкен пайғамбар сахабасының бірі болған. Және де біз Ибн Хаджар Асқалани үлкен хафыз болған, имам Бұхаридің кітабына Фатхул Бари деген шарх жазған кісі. Және де біз зиярат еткен үлкен ғалымдардың бірі имам Тахауи. Имам Тахауи ақида кітаптардың мәтіндерін жазып кеткен. Шафидің қабірлерін зиярат еттік. Үлкен Мұхаммед, яғни толық есімі Мұхаммед ибн Идрис имам Шафии, және де имам Шафидің ұстазы Уаки деген ұстазында біз зиярат еттік. Наср радиаллаху анху, Уақба ибн Амр радиаллаху анху, бұл сахабаларымыз, ұлы сахабаларымыз осы миллиондаған мұсылмандардың, осы мысырлықтардың дінге келуіне себеп болған, және сол миллиондаған мысырлықтардың миллиардтаған пайғамбарымызға салауат айтуларына себеп болған үлкен атақты сахабаларымыз. Алла ол сахабаларымыздан, Алла олардан разы болсын. Радиаллаху анхум ва раду ан.